Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте әдемі, сәнді, кішкентай қыздарымызға, бөбектерге арналған тюрбанның тігілу жолын көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Достар, видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді сұраймын. Тюрбанды осындай созылғыш трикотаж матасынан тіктім. Ең алдымен баланың бас айналымын өлшеп аламыз. Менің жағдайымда 50 см, биіктігі 37 см. Ең алдымен матамызды осылай екіге бүктеп аламыз. Бүктелген жері біздің бастың айналымы болу керек. Осы жері 50 см, биіктігін 37 см етіп алдым. Матаға осылай 50-де 37 см болатындай етіп тік төртбұрыш сызып алдым. Сосын осы сызық бойынша қайшымен қиып шығамыз. Енді осылай екіге бүктеліп тұрған матамызды тағы да екіге бүктейміз. Сосын жоғарғы бұрыш жағынан осылай сызып шығамыз. Сызған жерімізді қайшымен қиып аламыз. Матамызды теріс жағын бір-біріне қаратып, осылай айналдыра машинкамен тігіп шығамыз. Матамыз жылжып кетпес үшін осылай бірнеше жерінен инемен қадап қойсаңыздар болады. Матаның шетінен жарты сантиметр қалдырып, машинкамен айналдыра тігіп шығамыз. Достар, менің видеом сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Матамызды осылай айналдыра тіккен соң, астыңғы бір жібін ғана тартып, осылай бүрме жасаймыз. Жібіңізді қатты тартпаңыздар, әйтпесе жіп үзіліп кетуі мүмкін. Мінекей, осылай бүрме жасаған соң, артық жіптерімізді қиып тастап, ине жіптің көмегімен қолмен тігіп шығамыз. Бүрмемізді бір-біріне қосамыз. Ең соңында бір саусақ сиятындай етіп тесік қалдырамыз. Енді бізге тағы да екі бөлік мата керек болады. Үлкен матамыз 12-де 20 см, кішкентай матамыз 12-де 10 см. Осы кішкентай матамызды алып, ұзына бойы машинкамен тігіп шығамыз. Оң жағына қарай аударамыз. Енді осы матамызды жаңағы қалдырған тесігімізден өткізіп аламыз. Осылай өткізіп, тартып тұрып, екі шетін қосып машинкамен тігіп аламыз осы жерін. Тігіп болған соң, тігіс тұрған жерін ішіне қарай айналдырамыз. Біздің тігісіміз көрінбей тұру үшін.
Енді осы ашық қалған жерін ине жіптің көмегімен қолмен тігіп шығамыз. Мінекей достар, біздің чурбанымыз дайын болуға тақап қалды. Енді осыған бантик тігеміз. Негізі осылайда кие беруге болады. Енді бантигімізді тігеміз. Ол үшін матаны осылай екіге бөктейміз. Екі жанынан тігіп, осы жерінен кішкене орын қалдырып қоямыз, оң жағына аудару үшін. Артық жіптерін қиып, оң жағына қарай аударамыз. Ашық қалған жерін матаны ішіне қарай қайырып, машинкамен тігіп шығамыз. Матаның дәл ортасынан бүрме жасап, ине жіптің көмегімен тігіп алып, бантик жасаймыз. Дайын болған бантигімізді чурбанның осы жерінен өткізіп қоямыз. Мінекей достар, біздің бөбектерге арналған чурбанымыз дайын болды. Өте әдемі шықты деп ойлаймын. Кез келген түстен, кез келген матадан тіге берулеріңізге болады. Достар, менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментария жазып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.